Ассалаумағалейкум қазақ елі, Мадавто каналына қош келдіңіздер. Және сіздермен бірге мен Мадияр Пернебай. Бүгінгі біздің кезекті бөліміміз көліктің сыртқы жағына мән беретін боламыз. Қазір видеосын толықтай айтатын боламын. Алдымен экранға тастап жайға саламыз. Ал біз видеомызды бастаймыз. Кеттік. Жалпы айтқан құрметті көрермендер, Вестамыздың ішкі жағын черный глянцке ауыстырдық. Молдингтерін, қандай пластиктер бар, ауыстырдық. Енді сыртқы жағына да дәл солай черный глянц жасағым келіп тұр. Мына жерден өзімнің досым көлігі бар. Мына Passatқа қарап тұрмын да. Мына сыртқа қараңыздаршы, спойлері, жаңағы пластиктері, черный глянц қылып істеген да. Синий черный қылып. Сондықтан да бүгін біз енді Вестаға пленкамен қаптайтын жерін қаптаймыз, ауыстыратын пластиктер болса ауыстырамыз, бояйтын жерлер болса бояймыз. Оны қазір видеосын толықтай көрсететін боламын. Алдыменен видеомызды бастап алайық. Видеомыз бастамастан достар, сіздерге кішігірім жаңалық айта кетейікші. Бір кезбеттегі менің достарым арнайы сіздерге керемет осылық сый дайындап қойды. Оны алу үшін төмендегі бекітілген комментарий сілтеме өтесіздер. Мен промокодын жазып келсеңіздер, сіздерге сілтеме береді. Сол сілтеменің достарыңызға жіберу арқылы сіздер алтын карточка аласыздар. Алтын карточканы көбірек жинаған сайын сіздер сыйлыққа ие бола аласыздар. Олай болса башақ сәттілік тілейміз, өз сыйлығыңызды алып қалыңыздар. Ал біз видеомызды бастаймыз. Так, олай достар, мінекей біз қазір тонировка жабыстыратын, пленка жабыстыратын жерге келдік. Бұл жерді білетін шығарсыздар, өзіміздің братанның орны алдында Жигулиге, Приораға тонировка, антибрек жабыстырып жүрдік қой. Так, олай достар, жалпы бүгінгі біздің істейін жатқанымыз черный потолок, капот линиялар, одан кейін мынау детальдер бар ғой, мынаның бәрін черный глянц қылып істеген жатыр. Мынау, бірақ ерекеңнің айтуы бойынша, мынаны черный глянц қылатын болсаң, мынаны да қылу керек дейді. Екеуі жараспай қалмай деп отыр, короче. Көрейік та, бір істеп көрейік, болмаса апсайз аламыз ғой. Так что достар, бізде қазір 3 погонный метр ма, короче, пленка алдық. Біреуін қате алып қойғам ғой. Сол қате алып қойғанда осыны мелочтарға жұмсаймыз да. Одан кейін 2 погонный метрді крышаға арнап алдық. Енді қазір жұмыстар басталып кетті. Алдымен жақсылап сүртіп, тазалап, антеннді шешіп жабыстыратын боламыз. Олай болса жігіттер, көп сөйлеймек, іске кірсек. Ал ерекеге старт етеміз. Достар, полный жабыстырып болдық. Енді мына жерде қараңыздаршы, жаңа видеодан байқатқан шығарсыздар, иә. Ана бүйтіп пластиктармен бүйтіп жабыстырған екен, сырылып қалып жатыр да. Бүйтіп мына қараңыздар, отражение қарайтын болсаңыздар, сырылғандарды байқайсыздар. Короче, айтамын ғой, ерекені сырылған не істейміз деген сияқты, мына бетіне защитный пленка жоқ, ашып лақтыра салатын жандай. Тонировка сияқты істей салатын ма деп ойлаған ғой, сөйтсем болады ондай болмайды екен. Сөйтіп, короче, бауырым, уайымдамас еш, фенмен қыздырасың, далаға шығып күннің астында жүргеннен кейін. Короче, қарасаңыздаршы, фенмен қыздырса, сырылғандар кетіп жатыр ғой, короче. Сондай бір фокусы бар екен. Сондықтан да бұндай пленка жабыстырған кезде ешқандай сырылудан қорқудың қажеті жоқ екен, короче. Олай болса, бізде мінекей қазір енді шеттерін бәрін линиясын турлап, пластиктерін жауып, антеннаны орнына қойып, кейін соңында нәтижесін көрсететін боламыз. Аттак болады, четко шықты деп ойлаймын. Төбесі черный глянцевый. Ана заказ бергенім, короче, матовый болып шыққан ғой, қарасаңдаршы. Ассалаумағалейкум ба. Қазір енді пайдында матовыймен ұйқасып тұр да. Ертең мынаны черный глянцқа бояйтын болсақ, мынау ұйқасып қойған тұр ғой. Енді, короче, может видео соңына дейін үлгеріп жатсам, басқасын ауыстырам, может солай қалдырам да, кейін видеоға түсіріп мына глянцке ауыстырып тастай салам ба деген ой болып отыр. Мынау черный глянц болады, сосын мынау черный глянц болса. Бүгінгі пленка жайында жұмыстарымыз осымен тәмам. Так, достар, короче, алдыңғы жағына келетін болсақ, мына қараңыздаршы, мына бампердің, мына черный пластиктердің барлығы матовый да. Заводский негізі осылай матпен шығады дұрыс. Енді біз бүгін черный глянц қылып отырмыз, сондықтан мынаның барлығын черный глянцке боятқым келіп отыр. Мына астындағы пластигі, мына туманниктің айналасындағы ободоктары, мына қараңыздаршы. Сосын мына жерде менде машина осы Вестан алғалы, короче, мына жерде сынық осындай жарығы бар. Осыны ішінен тігіп береді, темірмен тігіп, бұнда черный глянцке полынан бәрін боятатын боламыз. Бірақ достар, енді бұл малярный покраска жұмыстар болған екен, біз енді бұның қасына қазір бола алмаймыз, тек қана тастап кетеміз да, кейін дайын болған кезде бірақ алып кетеміз. Артқы бамперде де дәл осындай черный пластик жерлер бар, яғни мына диффузор сияқты заводской осылай істелінген, және де шетінен андай воздуховод сияқты сетканың орны бар мынау. Бірақ мына жерде, короче, сетка емес та, просто
пластик обманка дейма, сондай ғой. Воздуховод, астындағы полный диффузор мынаның барлығын черный глянцке боятамыз. Сол кезде мынау черный глянц болады, спойлеріміз черный глянцевый, тексттеріміз, шликтеріміз черный глянцевый, бәрі-бірін жақсы поддерживать етеді деп ойлаймыз. Ендеше олай болса достар, мен қазір мынаны сіздерге бүйтіп тұрып, короче, переходпен көрсете салайын. Қазіргі бізде до түрі ғой, жақсылап көріп алдыңыздар, матовый екен, ал енді глянцевый түрге переходпен ауыстыратын боламыз. И мінекей достар, полный глянцке ауыстырып қойдық. Қараңыздаршы, енді четко көрінеді. Вот ана жылтырап отыр, қараңыздаршы. Вот ободок қараңыздар. Мынаны да глянцке ауыстырып қойдық. Мынаны қазір кішкене шаң болған екен, дұрыс көрінбей тұр. Қазір соны жуып нәтижесін полный көрсетеміз. Міне алдындағы бампердегі не қара деталь көріп тұрсыздар? Барлық глянец, астына дейін сплиттер көп деп айтамыз ғой. Сондай-ақ міне арттағысы достар, қараңыздар. Полный глянец көрдіңіздер ғой, жылтырап жатыр. Вот алыстан қараймыз, вот мынау глянец, потолок черный глянец. Вот енді сәл вот бірін-біріне енді вид ашылған сияқты. Сондай-ақ мына сеткісін де глянцке бояттық қой, короче. Соның жүрма. Енді мынаны черный ауыстыру керек емес сияқты. Вот енді осымен бірін-бірін жақсы поддерживать етіп тұр деп ойлаймын. Қалай абай? Бағасын беріп кетіңіздер. Қазір алдымен жақсылап жуып шайып алайық, одан кейін қалған мелочьтарды қоямыз. Айтпақшы достар, алдыңғы подномерникке мен, короче, магнитный салғым келіп отыр. Өзіміздің Чимкенттегі осы проектте жүрген Абукар бауырымыздан алдырдық. Свои не интересует деген жазуларынан бар ғой, магнитный подномерник. Дәл сондай подарка берген болатын, соны осы видеоны пайдаланып отырып, қазір қондырып тастайтын боламыз. Так, олай достар, мінекей полный машинамызды шайып алдық. Мына қараңыздаршы, жылтырап жатыр, как положено, лагымен. Енді сразу мен бірінші очередь нөмірден бастан өтіп, өйткені қазір қалаға жүру үшін нөмір керек. Енді достар, жаңа айтып қой, подномерник, магнитный. Ол десе, короче, сондай ғой. Кәдімгі өзіміздің Қазақстан стандартына сай подномерник та пластмасс. Артынан магнит болады. Сол подномерникке магниттер қойып шыққан ғой, короче, Абукар же. Сонымен осындай магнитный подномерник шыққан. Бізде астанада негізі жол шеттерінен тұратын покупкалар бар ғой, барлығы платный да. Даяр штраф келе бер. Машинамды қойды, нөмірімді былайынан, короче, алдым, штраф атын ұмытамыз ғой. Керек кезде нөмірімді қойдым, жететін жерге жетіп алдым, кейін шешіп тұратын ғой, короче. Так, олай достар, келесі кезекте бізде боковой зеркало, боковой айнамыздың крышкалары. Мінекей қараңыздар, черный глянец. Мынау бізде өзінің цветімен ғой, мокрый асфальт сериямен. Осында, короче, черный глянцке ауыстырамыз. Вот сол потолок черный глянец, пороктор черный глянец, морда, линия, в общем, бәрі четко болады деп ойлаймын. Сондықтан да қазір мінекей Россиядан заказ берген болатынбыз. Екеуі де екі жағынан келді. Заводской черный да, мынау, короче. Әйтпесе негізі мынаны болар еді, пленкаға тартып болмаса покрасить ете салуға. Ол колхоз оқылама дедім, сол себептен заводской черный глянцті заказ бердірдік. Сондықтан жылтырап керемет тұрып, сол себептен енді қазір шешеміз тез и ананы салып аламыз. Сосын разница көретін боламыз. Құрметті көрермендер, мінекей видеода өз мәресіне жетті. Жалпы бүгін біз не істедік, сыртқы нәтиже қалай болып отыр, соның барын қазір көрсететін боламыз. Бірден алдыңғы жағынан бастайықшы, қараңыздар. Капотта көріп тұрғандарыңыздай полоска, негізі матовын жабыстырғанбыз, одан кейін видеоға түсірмей черный глянцке ауыстырып алдым. Четко, кәдімгідей енді. Қатты артық емес, қатты кем емес, нормально деп ойлаймын. Және де мынау бампердегі черный детальдердің барлығы мінекей жылтырап тұрып глянцке бояттық. Сондай-ақ естеріңізде болса, мына жерде бізде негізі машина алғалы өзі бамперім жыртылып жатқан еді. Барлығын тіктіртіп, четко істетіп қойдық. Барлық қандай черный деталь көріп тұрсыңдар, барлығы глянцевый, астындағы губасына дейін. Сондай-ақ тағы да бір ерекшелігі магнитный подномерник. Чимкент қаласындағы Абукар Абу ағамыздың берген сыйлығы. Енді Астанада бұл канайт не канайт деген білмеймін. Негізі былай дейді, ойбай, не интересует деп жүрген маған нәрсе қызық емес. Просто магнитный болған, магнитінде қоя салдым, жазуына мән берген жоқпыз. Одан кейін бізде боковой зеркаланың крышкалары. Бұл енді заводской черный глянцтен салдық. Негізі болар еді өзінің серияна пленка қаптай салуға ше, бірақ пленкамен кішкене сәл нете көрінеді деген. Тем более изгибтары жаптырып қиын болғаннан кейін осылай черный глянцті заказ беріп сала салдық. Және де ең бастысы бізде черный потолок. Видеоның тақырыбы сол ғой. Пленканы жабыстырдық, виниловый пленка деп айтады. Тем более глянц бірін-бірін жақсы поддерживать етті деп ойлаймын. Және де ең соңында достар, біздер мынау стойкалардың пленкаларын да ауыстырдық. Заводской негізі веслардың барлығына матовый болып шығады. Ешқайсысы заводтан глянцевый болып шықпайды. Сол себептен өзім глянцке айырбастадым. Сіздер өздеріңіз бағасын беріп кетіңіздер. Ал артқы жағынан достар, бізде енді баста ертең черный глянц болады, по-любому оны істеймін деп қойған спойлер бар. Естеріңізде ма? Мынаның глянцке істеген кезде бір түрлі ашпай тұрды. Енді мына астыңа пластикті глянцке бояғаннан кейін енді бірін-біріне жақсы поддержка беріп тұр.
бір жақсы ашып тұр. Значит, бізде мына молдингті черный глянцке пленкамен қаптаудың не болмаса черный глянец молдингтің салудың қажеті жоқ. Мына екеуі бір-біріне жақсы совпадение болып тұр деп ойлаймын. Сондай-ақ сол кезде саған черный глянцевый щиль дегеніміз және де ең бастысы арқасына да магнитный подновление салған болатынбыз. Болашақ мінекей достар, бүгінгі біздің жұмыс нәтижеміз осындай. Егер де сіздерге ұнаған болса, репелдеріңізді аямай басыңыздар, арнаға жазыңыздар, комментарий пікірді қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал біздермен қоштаспаймыз, жаңа келесі кездескенше аман сау болыңыздар.